Сәлеметсіздер ме оқушылар? Естіліп тұр ма даусым? Естіліп тұр. Оқушылар, бүгін техникалық ақауларға байланысты кішкене сабағымыз жайырақ бастап жатырмыз. Ол үшін кешірім сұраймын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы биорганикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс. Оқушылар, біз білеміз, біздің алдымызда біз негізгі 4 класс өттік. Оксидтер, қышқылдар, негіздер, тұздар. Оксидтер дегеніміздің анықтамасын айтатын болсақ, есімізге бір түсіріп өтейік. Оксидтер дегеніміз екі элементтің біреуі оттегі болып келетін күрделі заттар. Қышқылдар дегеніміз бұл сутегі атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Негіздер дегеніміз құрамында бір немесе бірнеше топ гидроксил топтармен байланысқан металл атомы кіретін күрделі заттар. Ал тұздар дегеніміз бұл металл атомынан және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Солардың ішінде бүгін өтетін тақырып, жаңа айтып кеткеніміздей, биорганикалық қосылыстар арасында қандай генетикалық байланыс болуы мүмкін? Бірінші біз ойымызды жинақтап алу үшін бейне жазбаға көріп алайық. Яғни бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты биорганикалық қосылыстардың негізгі кластары арасындағы генетикалық байланысты зерттеу. Яғни генетикалық байланыс дегеніміз не? Бірінші осы сұраққа жауап берейікші. Металдар мен бейметалдар жаңа білесіздер, күрделі заттардың, яғни оксид, қышқыл, негіз және тұздар екі түрлі қатарының негізін қалайды. Әрбір қатар арасында тура немесе жанама жолмен бір заттан басқа затты алуға болады. Оны сіздер жаңа бейне жазбадан көрдіңіздер, сондықтан бұндай қатарларды генетикалық деп айтамыз. Мысалы, металдар мен бейметалдардың генетикалық қатары. Мысалы, мына тақтаға берілген кестеге қарайтын болсақ, металдар мен бейметалдардың генетикалық қатарлары берілген,
Жай заттар білесіңдер, металл және бейметалл болып бөлінеді. Металдар негіздік оксид, металдар негіздік оксид, одан негіз, одан тұз. Білесіздер, оксидтер нешеге бөлінетін еді? Тағы да бір еске түсіріп аламыз. Одан кейін бейметалл қышқылды оксидтер, одан кейін қышқыл аламыз, одан кейін тұз аламыз. Бұның нәтижесінде бейметалдардың генетикалық қатары түзіледі. Мысалдармен, яғни бұл жерде генетикалық қатарда күрделі заттар да өзара әрекеттесіп, түзе әрекеттеседі екен. Металдар мен бейметалдардың күрделі заттардың жаңа айтып кеткендей әртүрлі генетикалық қатарының негізін қалайды. Әрбір қатар аясында тура немесе жанама жолмен бір заттан басқа затты алуға болады. Енді биорганикалық қосылыстардың генетикалық қатарын қарастырып көрейік. Бірінші біз металдардың генетикалық қатарын қарастырайық. Қандай металл берілген? Металл. Естіліп тұр ма? Қандай металл берілген? Мыс, мыс. Бұл жерде мыс жай зат және оттекпен әрекеттесіп, мыс оксидін тұр. Енді мыстың гидроксиді қыздырған кезде мыс оксидіне және суға бөлінеді. Оны білесіздер, мыс гидроксидін температура қыздырған кезде. Одан кейін мыс екінші бір гидроксидін мыс негіздік карбонатын қыздырған кезде мыс оксидіне және көміртек төрт оксидіне және су бөлініп шығады. Қарап отырсаңыздар, мінекей мыс, одан кейін мыс оксиді, одан кейін мыс гидроксиді, одан кейін мыс негіздік карбонаты, одан кейін мыс карбонаты, яғни оксидтер, негіздер, тұздардың бөлінгенін байқауға болады. Одан кейін мыс карбонатын білесіздер, бұл да қыздырған кезде мыс оксидіне және көміршікл газына айналады, көміртектің төрт оксидіне. Дәл осылай бейметалдардың да генетикалық қатарын қарастыруға болады. Бұл жерде бейметалл ретінде берілген бізге қандай элемент, балалар? Көміртек, көміртектен алу керек, көміртек төрт оксидін, одан алу керек. Қандай затты қосқанда, мысалы, көміршікл газ түзіледі. Көміршікл газын білесіздер, бұл әлсіз қышқыл, H2SO3. Одан кейін кальций гидрокарбонаты, одан кейін кальций карбонатын осылардың генетикалық қатарын құрастырған. Ол үшін көміртекке қосамыз, оттегі көміртек диоксид алынады. Келесі карбонаттың температураның көміршікл газы H2SO3, көміршікл газын қосқан кезде суға және көміртек төрт оксидіне бөлінеді. Одан кейін кальций гидрокарбонаты, бұл білесіздер, тұз, оны қыздырған кезде кальций карбонатына және суға, сосын көміртектің төрт оксиді бөлінеді. Мына тақтада дәптерге жазып алсаңыздар болады. Оқушылар тақтада беріліп тұрған генетикалық қатардың формулаларын дәптерге жазып алыңыздар.
Ошол эле. Келесіде тақырып генетикалық байланыс арқылы тұздарды алуды қарастырайық. Енді білесіздер, иә, жаңа айтып кеттік, жалпы элементтер екіге бөлінеді: металдар мен бейметалдар. Сол металдар мен бейметалдар өзара әрекеттесіп тұз түседі. Мысалы, феррум қосылған бұл жай зат пен жай зат әрекеттесіп күрделі зат түзеді, иә. Феррум емес. Негіздік оксидтер мен қышқылдық оксидтердің өзара әрекеттесуі де тұз береді. Негіздік оксидтер дегенімізді және қышқылдық оксидтер дегенімізді сіздер оксидтер тақырыбын өткен кезде білесіздер. Мысалы, негізгі оксид кальций О, қышқылдық оксид СО2 тең болады кальций СО3, кальций карбонат түзіліп тұр. Үшінші, қышқыл мен негіздік оксидтің әрекеттесуінен де тұз түзіледі. Қышқыл мен негіздік оксид, бұл жерде қышқыл H2SO4 күкірт қышқылы мысал ретінде берілген, және магний оксиді. Магний сульфаты және су бөлініп тұр. Магний сульфаты дегеніміз магний SO4, бұл тұзға жатады. Төртінші, негіз бен қышқылдық оксидтердің әрекеттесуі де тұз тудырады. Негізбен, бұл жерде негіз ретінде берілген кальций OH2 екі еселенген, оған қышқылдық оксид ретінде берілген фосфордың бес оксиді. Нәтижесінде кальций 3PO4 екі еселенген және су бөлініп тұр. Бұл жерде кальций фосфаты тұз түзіліп тұр. Негізбен қышқылдық оксидтердің әрекеттесуінің формуласы. Бесінші, осы ережелерді бірнеше бір жазып аласыздар қазір. Бесінші, қышқылдар мен негіздер әрекеттесу арқылы да тұз алуға болады. Қандай қышқыл берілген жерде оқушылар? Азот қышқылы берілген. Негізде натрий OH, натрий гидроксиді, азот қышқылымен әрекеттесу натрий нитратын және су бөлініп тұр. Натрий нитраты тұз түзіліп тұр және су түзіліп тұр. Енді генетикалық байланыс арқылы тұздарды алуды қарастырайық. Тұз бен қышқылдың әрекеттесуі жаңа тұз бен жаңа қышқыл береді. Тұз тұнбаға түседі. Кальций 3PO4 екі еселенген. Кальций фосфаты және қышқыл, бұл жерде күкірт қышқылы берілген. Кальций SO4, кальций сульфаты тұнбаға түседі. Тұнбаның не екенін білесіздер. Және қышқыл бөлініп шығады екен. Яғни тұз бен қышқылдың әрекеттесуі жаңа қайтадан тұз және жаңадан қышқыл түзіледі екен. Тұз бен негіздің әрекеттесуі жаңа тұз бен жаңа негіз береді. Олардың біреуі тұнбаға түсу керек. Тұз бен негіз. Тұздар бұл жерде берілген феррум хлориді және натрий гидроксиді. Нәтижесінде феррум гидроксиді тұнбаға түседі және тұз бөлініп шығады. Олардың тұз бен негіз әрекеттессе, онда тұз бен және бірақ міндетті түрде біреуі тұнбаға түседі. Бұл жерде феррум OH3 тұнбаға түсіп. Сегізінші, металл мен басқа тұз әрекеттескенде жаңа тұз бен металл түзіледі. Металдар, және жаңа айтып кеттім, металдар элементтер екіге бөлінеді, металдар және бейметалдар. Металл ретінде темір берілген. Темір купрум қосылған купрум SO4 мыс сульфаты тең болады мыс сульфаты, және бұл жерде мыс жеке күйінде бөлініп шығып тұр. Яғни металл мен басқа тұз әрекеттескенде жаңа тұз бен металл түзіледі. Бұл жерде жаңа тұз феррум SO4. Тоғызыншы, тұз бен тұз әрекеттескенде жаңа екі тұз түзіледі. Олардың біреуі міндетті түрде тұнбаға түсу керек екен. Бұл жерде екі тұз берілген, барий хлориді және натрий 3PO4 натрий фосфаты тең болады. Барий фосфаты түзіледі. Барий 3PO4 екі еселенген. Осы зат жаңа тұз бұл тұнбаға түседі және натрий хлориді бөліп шығады. Металл мен қышқыл әрекеттескенде тұз бен сутегі түзіледі. Бұны сіздер есеп шығарып жүргенде біліп жүрсіздер, иә? Магний тұз қышқылмен әрекеттескенде магний хлориді және өзіңіз білесіздер, сутек бөлініп шығады. Енді осы бүгінгі өткен тақырыпқа биорганикалық қосылыстар арасында генетикалық байланысына есептер шығарайық. Бірінші мысалды тақтаға көрсетіп қойдық.
Мына өзгерістерді жүзеге асыру үшін қажетті реакция теңдеулерін жазасыздар. Алдында берілген ақпараттарға сүйене отырып, сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Егер оқушылар әріптестер сұрақтарыңыз жоқ болса, мен ары қарай сабақты өзім әріптестеріме беремін. Сұрақтарыңыз жоқ болса. Жаңағы жазғандар генетикалық кодтарды одан кейін поехали обез, одан кейін тас, 3, 4, еще ғана тұрмыз. Қазір орындаймыз, бізде менде бар несі. Мына шығып кетейік.